Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен маннай крупадан өте керемет осындай биік болып шығатын пирог дайындайтын боламыз. Бұл пирогтың құрамына ешқандай май қоспаймыз. Қараңыздар, осындай уыз толатындай, аралары толықтай пісіп шығатын керемет 30 минутта пирог дайындап шығамыз. Ең алдымен ыдысымызға 250 мл айранды құямыз. Оған 200 грамм маннай крупаны салып, жақсылап араластырып аламыз. Осы рецепті бір жасап көріңіздер. Бір жасағаннан осындай биік болып, пирогтарыңыз өте керемет, сіз ойлағаннан да әдемі болып шығатынына сөзсіз кепілдік беремін. Бір жасағаннан ұқсайтын рецепттердің бірі. Негізі мен көп байқадым, осындай маннай крупаның пирогтарына көбіне май қосып жасайды екен, сливочный май немесе кәдімгі пісте май қосып. Ал біздің рецептіміз ерекшелігі ешқандай май қоспаймыз. Енді осыған 200 граммдай шекерді саламыз. Сосын 3 жұмыртқаны саламыз. Аздап қана тұз салып жібереміз. Осыған 1 шай қасық ас содасын саламыз. Ас соданы біз үксізбен өлтіріп аламыз. Өлтіріп алған ас содамызды қосып жіберіп, жақсылап араластырып, шекерді ерігенге дейін жақсылап араластырып аламыз. Бұған ешқандай миксердің қажеті жоқ. Тек қана осындай венчик немесе вилканың көмегімен жасалатын өте оңай пирогтардың бірі. Шекер толықтай еріп шықты. Енді осыны бағана дайындап қойған айран мен манканың үстіне құямыз. Қараңыздар, осындай масса пайда болды. Енді осыған ұн қосамыз. Міндетті түрде ұнды електен өткізген болуларыңыз қажет. Мен алдын ала електен өткізіп дайындап алдым. Бір 250 граммдай ұн қостым. Ұнды 2-3-ке бөліп отырып қосыңыздар. Енді осыны жақсылап араластырып отырып, ұнды көлемін қазір мен 2-3-ке бөліп қостым. Ең соңында сіздерге осы пирогтың қоюлығын көрсететін боламын. Екінші рет салып жатырмын. Шамал сұйықтау болып тұр. Тағы да бір 2 ас қасықтай қосып жібердім. Қазір енді осыны араластырып көрейік. Қараңыздар, міне осындай қойлықта болу қажет. Енді ұн қосудың қажеті жоқ. Осындай қойлықта. Бұдан қатты қою болмау керек, немесе қатты сұйық болмау қажет. Дәл осындай қойлықта болса, сіздер ойлағаннан да керемет болып шығатын болады. Алдын ала біз форманы дайындап алдық. Форманың астына міндетті түрде пергамент қағазын төсеп, сосын жан жақтарын майлап алыңыздар, әйтпесе жабысып қалады. Енді осыны формаға салып пісіріп алатын боламыз. Бізде форманың размері 20-20, 170 градуста 40-45 минутта пісіп шығады. Енді піскен кезде өздеріңіз байқайсыздар, тексіріп, ағаш немен тексіріп көресіздер. Біздікі 45 минутта осылай пісіп шықты. Қараңыздар, жұмсақ болып шықты. Егер рецепт ұнаған болса, менің каналыма подписация жасап, ары қарай даму үшін өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Және де осы рецепті басқа да достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Қараңыздар, ыстық күйінде кесіп көрсетіп жатырмын сіздерге. Негізі шамал суығаннан кейін кесу керек. Мен сіздерге көрсету үшін, міне қараңыздар, аралары осындай бір тегісте барлығы пісіп шығады. Мінекей. Осындай керемет уыз толатындай биік пирог болып шықты. Ал ас болсын, менің каналым қолдап отырыңыздар, өз ойларыңызды комментарияға жазыңыздар. Сіздерден қолдау күтемін.